Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда мен сіздерге бақшамыздағы қиярларға, құлпынайларға, қызанақтарға, олардың жақсы көтеріліп өсуіне, дамуына және де мол жеміс тиюіне өте жақсы пайдасы тиетін тыңайтқыш дайындап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар достар. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер, каналға қолдау білдіріп отырыңыздар. Қолдау сізден, әрекет бізден. Оның үшін бізге мынау 1 литр мінекей жылы су, 1 литр жылы суға 1 ас қасық дрожь саламыз. Және де сондай 2 ас қасық толтырып песок, шекер саламыз 1 литр жылы суға. Осыны мінекей жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып 1,5-2 сағат бастырып қоямыз, дрожь көтерілгенше. Жемістерде фосфорға, калийға, кальцийға деген сұраныс өте жоғары болады. Және де жаңағы дрожьды тыңайтқышымызды құйған кезде ол төмендеп кетуі мүмкін. Соның үшін де мына құятын жемістеріміздің астына 1 ас қасық немесе 2 ас қасық жобасында күл себеміз. Күлдің құрамында өздеріңіз білесіңіз, фосфор, калий, кальций элементтері бар. Таза күл. Осыдан 1 немесе ас қасық, 2 ас қасық жобасында жемістердің астына шашып шығамыз. Күл жемістер үшін өте пайдалы. Мінекей жаңағы дрожьды тыңайтқышымыз дайын болды. Жақсылап араластырып жібереміз. Сосын бұны 10 литр суға араластырамыз. Мынау күннің көзінде тұрған жылы су. Жылы 10 литр суға құямыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей тыңайтқышымыз дайын болды. Енді бұны сіздерге қазір құйып көрсетемін. Мінекей мынау жаңағы тыңайтқышымыз. Енді бұны қызанақтың әр түбіне 1 литрден құйып шығамыз. Мінекей жаңа күл астына күл салып дайындап қойдық. Осындай қылып әр қайсының түбіне 1 литрден құйып шыға бересіңіз достар. Осылай 1 литрден әр қайсының түбіне құйып шыға бересіңіз. Бұны енді қызанақтардан басқа құлпынайға да, қиярға да, барлық жемістерге құйсаңыз болады. Олардың өте жақсы болып көтеріліп өсуіне және де мол жеміс тиюіне өте үлкен көмегі тиеді достар. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.